Қайырлы күн баршаға. Бүгін біз сырты қытырлақ, ал іші мамықтай жұмсақ чиабатта нанын әзірлейтін боламыз. Қытырлақ дауысты естідіңіздер ме? Қолдау мақсатында міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк, пікір қалдыра өтіңіздер. Рецепт өте қарапайым, үйде бар 4-ақ заттан тұрады. Яғни бізге қажеті ең алдымен су, сосын тұз, қамырды ашытуға құрғақ дрожж қажет, немесе ашытқы деп айтамыз. Және де қарапайым ұн қажет. Міндетті түрде електен өткізіп алып қосыңыздар. Ендеше нанымызды жасап бастайық. Ең алдымен ыдысымызға суымызды қосамыз. 420 мл су. Ал сосын 1 ас қасық тұзымызды қосамыз. Құрғақ дрожждан жарты шай қасық қосамыз. Бәрін жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Сосын 550 грамм ұнымызды електен өткізіп алдын ала қосатын боламыз. Бәрін біркелкі араластырып шығамыз. Ешқандай түйіршіктер қалмауы қажет. Сосын ас үйде қолданатын пищевая пленкамен бетін жауып қоямыз. Немесе ыдыстың қақпағы болса, қақпақпен жауып қойыңыздар. Жарты сағатқа тиіспей қалдырамыз. Жарты сағат өткен соң қолымызды суға батырып, қамырымызды жақсылап бір араластырып шығу қажет. Сол кезде арасына ауа кіреді. Қайтадан бетін жауып, қамырды 12-24 сағатқа холодильникке қалдыру қажет. Мен қамырды бір түнге қалдырдым, одан соң ертеңіне алып шықтым. Үстелімізге ұнды молынан себу қажет, және соның үстіне қамырымызды жайып шығамыз. Қамырды үстінен баспау маңызды, әйтпесе ол өзінің жұмсақтығын жоғалтып алуы мүмкін, яғни арасындағы ауасы шығып кетуі мүмкін. Міне қамырды мен 4 бөлікке бөліп алып, пергамент қағазы орналасқан противеньге жайып қойдым. Енді духовкаға пісіріп алсақ болады. Ол үшін духовкамызды 200 градусқа қосамыз. 30-35 минут аралығында беті қызарғанша пісіріп алуымыз қажет. Әр духовка әртүрлі қыздырады, сондықтан өздеріңіздің духовкаңызға қарай бейімдеңіз. Беті қызарған кезде алып шықсаңыз болады. Видеода көргендеріңіздей сырты қатты болып қытырлақ болып шығады. Мінекей чиабатта нанына тән қытырлақ дауыс. Қазіргі күні чиабатта нанының танымалдылығы артып келеді. Оны неше түрлі тост, сэндвич, фастфуд нандарына қолданады. Қамырдың арасында ауа болғандықтан, нанның ортасында бос кеңістіктер болады. Өте дәмді әрі іші жұмсақ. Ал енді қытырлақ мына дауысты тыңдап көріңіз. Сырты қытырлақ жаңа піскен нанның буы сізге де келді ме? Ыстықтай піскен нан мен сары майға не жетсін? Әсіресе ол қолдың сары майы болса. Чиабатта бұл Италия сэндвич наны болғанымен, біз оны сүт қатқан шаймен қолдың сары майын қосып жедік. Яғни өзіміздің қазақша нұсқаға бейімдеп алдық. Балалар да қайта-қайта сұрап таласа жеді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк, пікір қалдыра өтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.